Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін каналымызда осындай өте аз уақытта тез дайын болатын, қонақ келген кезде барлығын турап араластырып сала салатын салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп және видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі пекин капустасы. Осы капустаның жұмсақ жерін алғандарыңыз дұрыс, бас жағын, және осыны ыңғайлетіп орташа көлемдікте 4 бұрыш етіп, қасыққа ілінетіндей етіп турап алуымыз керек. Енді осы капустамызды немесе қолмен осылай бірнеше бөлікке бөліп салсаңыздар да болады, пышақпен турамай. Осыны кеңдеу ыдысымызға салып аламыз. Ендігі турайтынымыз, алдын ала пісіріп дайындап қойған болатынмын. 3 жұмыртқаны турайтын боламыз. Теңдей етіп ортасынан бөліп, қалған жарты бөліктерін 6 бөлікке бөліп, орташа көлемдікте турап алатын боламыз. Және осы жұмыртқамызды капустаның үстіне салатын боламыз. Өте оңай әрі дәмді салат болып шығады. Бұл жерде пісіретініміз тек қана жұмыртқаны ғана пісіретін боламыз. Қалған барлығын турап қана салып, араластырып дастарханға қоя беретін боламыз. Мінекей жұмыртқаларымызды толықтай турап алдым, барлығын біркелкі етіп. Енді осы жұмыртқаны капустаның үстіне салатын боламыз. Ендігі турайтынымыз 2 орташа көлемдікте қызанақ турайтын боламыз. Оны да осы жұмыртқаның көлемінде етіп, 4 бұрыш етіп турап алатын боламыз. Артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Теңдей етіп ортасынан бөліп, 4 бұрыш етіп турап алатын боламыз. Осы туралған қызанақты да осы капуста мен жұмыртқаның үстіне салатын боламыз. Және келесі осындай консервіленген кукурузды салып, және майонезді үстіне салып, дәміне қарай тұз қоссаңыздар да болады. Мен қоспадым. Жақсылап араластырып, дастарханға ұсына беретін боламыз. Мінекей бар жоғы 5-10 минутта өте дәмді салат жасап шықтық. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте қолайлы және өте дәмді салаттардың бірі. Мінекей жақсылап араластырып, ыдысымызға әдемілеп салып, ұсына беретін боламыз. Құрметті көрермен, менің каналымды және қазақша контентті каналымды қолдап, лайктарыңызды және подписация батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.